Менің артымдағы тұрған Алинжа қамал деп аталады. Бұл қамал тарихшылардың айту бойынша 6-7 ғасырда салынған. Енді ол кезінде жаугершілік уақыт болып, ел жан жақтағы жаудан қорғану керек болды. Сол үшін олар осы қамалды салуын бастаған. Сол араб тарихшыларының айту бойынша 8 ғасырда бұл қамалды қыпшақтар жолы болған. Өйткені бұл араның жан жағында сол уақытында 6 ғасыр кезінде біздің бабаларымыз қыпшақтар, албандар, матайлар бәрі де осы өңірді жайлаған. Оған дәлел толып атқан қойтастар бар, құлыптастар бар. Ал ең ірі дәлел болатын болса, ол бұл мынау тұрған қамал. Ал енді одан кейін 11 ғасырда, 12 ғасырда Едигизеттер келді. Едигиз, Елдейниз, ол да Қыпшақ даласынан келген біздің бабамыздың біреуі. Деш Қыпшақтан келген. Ол да келгенде оның тарихы әртүрлі. Ол құл боп сатылып келген жоқ. Бірақ солармен бірге еріп келген бала. Ол өзінің қасқыр мінезімен, сондай алғырлығымен Селжүктің сұлтанына ұнап, ол әскер қолбасшысына шейін көтерілді. Одан кейін осы арадағы мынау жердің бәрін Аран деп айтылады. Аран, Албан, сол өзі ұқсас. Сол жерді билеуге берген. Артынан Елдейниз мынау Багдад халифатының рұқсатымен сұлтан деген дәрежеге жетті. Оның ұрпақтары да сондай дәрежеге жетті. Осы қамалда олардың қазынасы болған, алтын қазынасы. Әсіресе Жақан Пехлаванның уақытында бұл қазына осы арада үлкен шамасы көлемі көтерілген. Единизердің ақырғы сұлтаны Музафар Өзбек Елдейниз осы арада қаза табады. Тарихшылардың айту бойынша ол осы арада жерленген қамалдың батыс жағында. Сондықтан 1401 жылы Тимурдың әскерімен қарсы соғысып қамалды қорғаған жалайырлардың ақырғы сұлтан деп айтамыз ба, басшысы Ахмет Жалайыр. Ал енді мынау тарихшылардың айту бойынша бұл қамалда жалайырлар, оның алдында Елдигиздер, одан кейін Құлагудың тұқымдары, одан кейін жалайырлар бәрі де осы арада ақша жасаған, алтыннан, күмістен, жезден деген сияқты. Енді ол ақшаларды қазір біз көп музейлерден көреміз, олардан қалған. Бұл арада бір сөзімен айтқанда тұнып тұрған тарих. Бұл жерде біздің бір киелі жер деп есептеуге болады. Біздің ғалымдарға осыраға келіп әлі зерттеу жұмыстарын жасау керек. Әсіресе мынау археологиялық жұмыстар жасау керек. Одан кейін мынау Нахчыван деген қалада, онда да мынау музей бар, архивтер бар, соларды келіп қопару керек. Бұл арада жаңа айтып кеттім, біздің қазақтың тарихы анау алыстағы 5-6 ғасырдан басталады. Албандардың уақытынан бастап, одан кейін қыпшақтар, одан кейін Едигиздер, одан кейін барып жалайырлар. Міне, солардың біз бәрін зерттеуіміз керек.